Сәлем оқырман, арнама қош келдің. Бүгінгі видеода сүттің құрамы, сүттің пайдасы жайлы айтатын боламын. Ендеше видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Менің арнама тіркеліп, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ұлттық тағамдардың ішінде ежелгі және көпшілікке ортақ тағамның бірі ақ екені бәрімізге белгілі. Ағы бардың бағы бар деп қазақ халқы сүт тағамын бақыт несібесі деп білген. Сүтті соншалық қасиеттеудің басты себебі ол тіршілік арқауы. Одан неше алуан құнарлы тағамдар әзірлеп дастархан молшылығын жасаған. Сүт тағамдарынан қымыз, шұбат, құрт, ірімшік, қатық, уыз, май, сүзбе тағы басқаларын күнделікті пайдаланамыз. Бұлардың барлығында адам денсаулығына тигізер пайдасы мол. Сүт басқа ешқандай азық-түлік тең келмейтін аса бағалы тағамдық өнім. Өйткені организмге оның құрамды бөлігінің 95-98% сіңеді. Сондай-ақ сүт амин қышқылдарының макро және микроэлементтерінің витаминдерінің таптырмайтын көзі. Сүт және оның өнімдерінің құрамында жеңіл сіңетін құраушылар бар. Олар бізге кальцийді, дәрумендерді А, В2, В1, Е, Д, С секілді көптеген басқа қоректі құндылықтарды жеткізеді. Сүт тағамдарының құрамында дәрумендердің рөлі. А. Адам ағзасының дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетін және көз қырағылығын арттырады. Д. Сүйек ұлпасының мықты болуына әсер етеді. Жас балаларда мешел ауруларынан сақтайды. В1. Адам ағзасына күш-қуат береді. Жүйке жүйесінің дұрыс қалыптасуын және ас қорыту процесін жақсартады. В2. Ағзаның бір қалыпты өсуіне қажет дәрумендердің көзінің жақсы көру қабілетін сақтайды. В6. Баланың бойы мен өсуіне әсер етеді. Қан мөлшерін реттейді. В12. Қанның пайда болу процесіне қатысады. Анемия ауруына қарсы тұратын қасиетті қалыптастырады. Е. Адам бұлшықеттерінің және жыныс бездерінің қызметін жақсартады. Өзім секілді оқырмандарым мен кез келген адамға, әсіресе жас балаларға пайдасы үлкен кеңесімді ұсынбақ болып отырмын. Әр адам күніне 2 мезгіл, таңертең және кешке 1 стакан сүт ішіп тұратын болса, оның есте сақтау қабілеті жоғарылайды. Бұл жөнінде орыс тілді басылымдардың бірінен оқыған болар едім. Сүттің құрамындағы амин қышқылы мен дәрумендер мидың ойлау қабілетін арттырып, шыңдай түседі екен. Құрметті оқырман, видеом пайдалы болса мен өте қуанышты боламын. Және комментария пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сүттің пайдасы өте мол. Сіздермен болған Сәуле, назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда көріскенше сау аман болыңыздар.